Bir. Армысыздар, құрметті Сирек Education көрермендері және де барша әріптестер және құрметті оқушылар, ентіға жалпы білімге құштарлығындар. Армысыздар. Мен сіздерге көбінесе әріптестер, алдыңғы уақыттан бері мен сіздерге күнде бір бағдарламаларды үйретуге уәде еткен едім. Белгілі себептермен ортада жұмыс жасалмай қалды, сол үшін ренжімеңіздер. Енді бүгін мен сіздерге көбінесе жаңағы TikTok, Instagram желісінен көріп жүрген Talking Code деген, яғни жасанды интеллектіні қалай жасау керек екендігін мен сіздерге көрсетемін. Алдымен жалпы бұл қандай программа, қандай екенін қазір бір видео көріп алайық, сосын ары қарай жалғастырамыз. Олай болатын болса, жалпы жұмыс барысы, азырақ сөз болмақшымын. Жалпы сіздерге жасанды интеллекті жалпы не жайлы көрсетіп жүрмін. Енді бізге мынандай дүние бар, білсеңіздер. Talking Code деген программа бар. Ол программаның артықшылығы мынада, жасанды интеллектімен жасалған кез келген дүниені біз не істеуімізге болады, сөйлесуімізге болады. Соны мен бүгін сіздерге қалай жасау керек екендігін көрсетпекшімін. Көп жерде жаңа TikTok'та көрсетеді, неде көрсетеді, но бірақ оларда сіздерге нақты қалай жасалатынын, қалай істейтінін, қалай ететіндігін көрсете бермейді. Ол үшін қалай істейсіздер, құрметті әріптестер? Мен алдымен сіздерге видеосын көрсетейін. Сканер жасап тұр. Қараңыздар, мен сканер жасадым, менің бетімнен не шығып тұр? Осындай малының бейнесі шығып тұр. Көріп тұрсыздар ғой, Құрметті әріптестер, сіздерге тапсырмасы беріп, өз пайдаларыңызбен чат-ботты эссе жазыңыз. Осындай жасанды интеллект, қараңыздар, менде осындай жасанды интеллект. Енді бұны қалай жасаймыз? Бұл үшін бізге Talking деген программа қажет болады. Қазір мен сіздерге соның қалай жасау керектігін көрсетейін. Олай болса, жұмыстарға бастайық. Менің тікелей эфирде болыңыздар. Bir. Енді жаңағы видеоның алдындағы түсіріліміне байланысты көрдіңіздер ғой, олай болатын болса, біз жұмысымызды бастайық, Ол үшін біз Google-ға кіреміз, сосын жазамыз Google-ға Talking Code деп тұр, осыраға кіреміз. Сосын мұнда кіреміз Talking Code деген программаға. Не жерде бәрі сканер код дейді. Енді біз қазір оны жасағанымыз жоқпыз. Talking Code Node деп тұр, соған кіреміз. Не жерде разрешить басамыз. Бұл енді жаңағы қазір мынаған жауап салайын. Енді істемеген.
құрметті әріптестер, енді жалпы осы араға кіреміз. Қазір экранды қосайыншы, қайта мына жерде көрінбей жатыр. Мынамен кіріп қойыңызшы. Talking код. Talking код. Мына жерге email, мына жерге пароль жазасыздар. Енді кез келген email, мысалға менде қандай email бар екен бар. Мен поштама кірейін қазір мына жерден. Бұл арада тіркелу өте жеңіл. Мына кіресіздер, өздеріңіздің пошталарыңызды көшіріп аласыздар. Жаңағы нелеріңізді көшіріп аласыздар. Мына жерден бұл адресті мына жерге көшіріп аласыздар, қоясыздар, сосын пароль жазасыздар. Кез келген пароль болады бұларға. Мен мынандай пароль жазайын. Белгілейсіздер, сосын тексеріс жүзіп, осылай не жасап менде бұл аккаунт бар ғой деймін. Менде бұл аккаунт кірілген екен. Көрдіңіздер ғой, не көріп тұр ғой, менде бұл аккаунт кірілген екен. Сақмет баспайын. Енді жаңағы аккаунт новый жерге басасыздар. Разрешить. Менде мына компьютерда не көрсетілмей тұр. Мен сіздерге арқылы телефоннан көрсетейін. Телефоннан бір программаны арқылы көрсетейін сіздерге. Ол үшін құрметті әріптестер, оригиналға қояйын. Телефонға арналған программасы бар, мынандай. Talking код деген программаға кіресіздер. Бұл арада жалпы былай істейсіздер. Тіркеліп аласыздар. Енді мен мына жерде тіркеліп тұрмын. Оны тіркелуді қазір соңында көрсетемін. Мен инглишке қойып қояйын. Сосын міне былай басасыздар. Стартты басасыздар. Құрметті әріптес, сізге тапсырма өзіңіздің пәніңізге байланысты бір тақырыпқа эссе жазыңыз. Сосын донтты басасыздар. Мына бірінші тұрған жасылды үзді. Загрузить етеді. Стартты басасыздар. Құрметті әріптес. Менде қазір уже неге жоқ па едірепсің переводчик. Менде өйткені алдын алып бір видео жасағам, сондықтан мен қазір жасаймын. Сосын мынаны басасыздар, мына жерге логин код деймін. Сосын сіздерге мынандай не шығып береді. Код шығып береді. Мен қазір тарифтіккен. Мына жерге сіздерге мынандай код шығып береді. Мынандай код шығып береді. Бұны осы удобно код дейсіздерге PDF форматында сақтап шығарып ала бересіздер. Бұл жаңағы не жасау кезінде. Енді бұған сіздер қалай видео жасайсыздар? Енді жасанды интеллекттің видеосын қалай жасаймыз? Ол үшін құрметті әріптес, біз былай сосын load файл деген жер бар. Міне мынаны басамыз да, біз кез келген мысалға өрт тақырыбындағы видео. Өрт сөндіргіш огнетушительді қалай қолданамыз? Осыны жасап болған не анда код мынаны басыласыз. Енді мен сіздерге қазір былай істеймін.
шығарып кеттім аккаунттан, мувидан аккаунт ашып көрсетейін. Енді мен жерде тарифтар бар. 5 евро дейді. Жаңағы өзінің несі. Қайсысы досы. Әртүрлі видео жасап алуға болады. Мысалы, өзіңіз қолдана білсеңіздер, қолдана білуге болады. Осылай. Енді код саны, жарамдылық аптасына біреу. Мынаны жарамдылығы шексіз, айына 5 евро төлейсіз, максимум ұзақтық 1 минут, жеке қолдануға болады. Сіздің менде қазір тегін жоспар тұр, мен аптасында бір рет жасай аламын. Өйткені алдында код жасаңыз андықма шығуды басайық, шығып кетейік біз. Сосын біз қайтадан тіркелейік. Жүйеге кіру, сосын қазір тегін тіркелу. Бұл жерге электронды пошта, біз любой электронды пошта жазайық. Мысалға менде осы Zero Education'ның бұл жерге электронды пошта жазасыздар.